Үшінші есептің екінші қатары. Бос тұрған орындарға сәйкесінше тауып сандарын қою керекпіз. 1 дециметр. Осы мәндері шығуы керек. 8 сантиметрге қосамыз. Неше сантиметрді 1 дециметр шығу үшін? 1 дециметрде 10 сантиметр 100 миллиметр бар. 1 сантиметрде 10 миллиметр. 1 метрде 10 дециметр. Олай болса, 1 дециметрде 10 сантиметр бар. 1 дециметрде 10 сантиметр. Теңдігінде 10 сантиметр шығу керек. Олай болса, 8-ге 2 сантиметрді қосқанда 1 дециметр жауабы шығады. 6 сантиметр қанша миллиметр қосқанда 1 дециметр шығады. 1 дециметрде 100 миллиметр бар. 6 сантиметрде 60 миллиметр. Өйткені 1 сантиметрде 10 миллиметр. 10-ға өткенде 60 миллиметр. Миллиметрға айналдырып алдық. Енді 60 миллиметрге неше қосқанда 100 миллиметр шығады? Әрине 40 миллиметрді қоссақ 100 миллиметр, яғни ол 1 дециметр. Яғни өлшем бірліктерін теңестіріп алу керек. 6 сантиметр, 40 миллиметріміз 4 сантиметр. 6 сантиметр, 4 сантиметр. 1 дециметр, 100 миллиметр, 60 миллиметр, 40 миллиметр. 9 дециметрге қанша сантиметр қосқанда 1 метр. Яғни 1 метрімізде 10 дециметр бар. Осы қанша сан шығатынын анықтау керек. 1 дециметріміз 10 сантиметр. Олай болса 9 дециметріміз 90 сантиметр. Соңына 1 тіркейміз, немесе 10-ға көбейтуге болады. Ал енді 9 дециметрге 1 дециметр қосқанда 10 дециметр шығады. Ал 1 дециметр 10 сантиметр. Олай болса, мұнда жауабы 10 сантиметр. 9 дециметр мен 10 сантиметрдің қосындысы 1 метрге тең. 1 метріміз 10 дециметр. Мінекей. Алтыншы есепке ұқсастырып, мысалы ретінде 8 тоннаның 4-тен 1 бөлігі. Олай болса, 8 тоннаны 4-ке бөлеміз. Бірінші амал. Одан кейін 1-ге көбейтеміз шыққан мәніне. 8 4-ке бөлгенде 2, 2-ні 1-ге көбейткенде 2 тонна. Дәл осыған ұқсас 6-шы есепте 9 грамның 3-тен 1 бөлігі. 9 грамды 3-ке бөліп, одан шыққан санды 1-ге көбейтеміз. Қанша грамм екенін өлшем бірлігін жазуды ұмытпаймыз. Яғни санның, заттың бөлігін табу керек болса, бөлеміз. Ал егер барлығын табу керек болса, онда көбейтеміз. Бұл есепте тек қана бөлігін табу керекпіз.